Сөз депутат Дүйсенбинов Берік Сәлімжанұлына беріледі. Рахмет, құрметті Балайым Туғанбайқызы, Ақ Жол фракциясының депутаттық сауалы премьер-министрге. Ұлттық құрылтайдың биылғы бірінші мәжілісінде президент Қасым-Жомарт Тоқаев біздің еліміздің ең басты құндылығы егемендігіміз, ұлттық сана сезімімізді нығайту аса өзекті міндеттердің бірі. Өткен жылы мен еліміздің академиялық форматтағы жаңа тарихын жазуды тапсырдым. Қазір көлем үлкен Қазақстан тарихы жазылу үстінде. Біздің тарихымыз жүйелі түрде адал, ең бастысы тәуелсіз ел мүддесі тұрғысынан жазылу керек деп атап көрсеткен болатын. 2021 жылы саясаттану ғылымдарының докторы, танымал ғалым, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің заманауи зерттеулер институтының директоры Мұхит Ардагер Сыдықназаров Қазақстан халқына, сонымен қатар қазақ және шетел ғылыми қоғамдастығына өзінің 16 жыл бойғы Европа, ақш және таяу шығыс елдеріндегі ұлттық мемлекеттік кітапханалар мен мұражайларындағы ізденістерінің нәтижесін баға жетпес ғылыми жаңалығын жариялады. 2021 жылдың соңында бұл еңбек қазақ, ағылшын және орыс тілдерінде Брюссельде Қазақстанның тарих толқынындағы үздіксіз мемлекеттілігі 16-19 ғасырлардағы европалық және америкалық карталардағы қазақ мемлекеті атлас деген атпен орта ғасырлық географиялық атлас карталарының тұңғыш жинағы жарық көрді. Бұл жинаққа бұрыннан мүлдем белгісіз болып келген ежелгі европалық және америкалық карталардағы 16-19 ғасырлардағы қазақ мемлекеті. Сондай-ақ Қазақстан мемлекеттілігінің үздіксіздігін және байырғылығын дәлелдейтін іргелі және қолданбалы зерттеулердің жаңа тарихи жазба дерек көздері мен жаңа ғылыми мәліметтер енгізілген. Алайда бұл кітаптың көлемдік шектеуіне байланысты мыңнан аса әлем карталарының қазақ мемлекеті бейнеленген 130 ғана енген. 2021 жылдың 26 қарашасында жинақтың тұңғыш оқырманы болған президент Тоқаев кітаптың құрастырушысы Сыдықназаровқа өте жоғары баға берді. Кітаптың алғашқы таныстырылымы 2021 жыл 7-8 желтоқсанда Еуроодақта Брюссельде өтті. 2022 жылдың шілдесінде кітаптың санаулы тиражы Брюссельден Қазақстанға жеткізіліп, Қазақстан мен Европаның ғылыми қауымдастығы мен қазақ елі бұл кітап атласты зор ықыласпен қабылдады. Қазақ елі мен ғылыми орта мемлекеттігіміздің үздіксіз сабақтастығын көрсететін мұндай ғылыми жаңалықты зор ықыласпен қабылдап, табылған карталардың 5 томдық жинағының Қазақстанда басылып шығуын күтіп отыр. Ғалым Сыдықназаровтың ғылыми жаңалығы халықаралық саяси кеңістікте қазақ елінің тарихына, мемлекеттілігімізге күмәнмен қарайтындарға нақты дәлел және қазақ халқының көп ғасырлық тарихын жоққа шығаруға қайтып жол бермейтін, оның тарихи жерлеріне иелігін айқындайтын құнды дүние болып табылады. Бұл академикалық жинақтың бүгінде қоғамның тарихи жадын оятудың, руханиятын жаңғыртудың, отанның шынайы тарихын қалпына келтірудің белсенді үдерісі жүріп жатқан кезде жаңа Қазақстан құру үшін маңызы өте зор деп санаймыз. Сондықтан қазақ ғылымы мен біздің қоғам қазақ мемлекетінің ежелгі карталарымен мүмкіндігінше тезірек танысу керек. Аталған атлас картасын А2 форматындағы 5 томдық академикалық жинақ болып шығуға әбден лайық. А2 форматы көне карталардың барлық ерекшелігін көрсете ең лайықты формат. Жоғарыдағыны баяндай келіп, құрметті Әлихан Асханұлы, Ақ Жол партиясы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жаңа Қазақстан бастамасын тиянақты да нақты іске асыру мақсатында Қазақстан үкіметі бұл жоғарыда айтылған 5 томдық толық академикалық жинақтың сапалы және жақсы басылып шығуына ықпал етуіңізді сұрайды. Құрметпен Ақ Жол фракциясының депутаттары, рахмет.